Алла тағалам екі дүниенің бақыт нәсіп етсін. Өмір жастарың ұзақ болсын. Әрдайым өлімге дайын жүрейік ағайындар. Өлім аяқ астынан келеді. Өлім аяқ астынан келеді. Бұдан ешкім қашып құтылған емес ағайындар. Сондықтан адамзат бүгін адам, ертең топырақ, бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ, ертең өзің қайдасың, білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ деп Абай атамыз бекер айтқан жоқ. Шәкәрім бабамыз өлген адам болады, көзден таса, өлді, өшті, оны ешкім ойламаса, өз өлгенмен орны жоғалмайды, кейінгілер еске алып, ұмытпаса деген жоқ па? Бауырым Арман Бердалиннің өлеңмен тамамдағым келіп тұр. Кім өмірде мәңгілік тұрақтаған, күні жетсе жан тәннен жырақтаған, бастықпын деп, баймын деп, кеуде керме, көрмен төрдің арасы бір